Қазақ тілі пәнінен отырар ақиқат пен аңыз атты видео лекция. Әзірлеген Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының аға оқытушысы Гүлмира Қанатқызы Сағатова. Жоспар. Тақырыбы отырар ақиқат пен аңыз. Мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші кіріспе, екінші негізгі бөлім, үшінші қорытынды, төртінші пайдаланған әдебиеттер. Бірінші кіріспе, мақсаты зерттеу арқылы ақиқатты дәлелдеу. Отырар тарихын анықтау. Міндеттері. Бірінші, отырар қаласы туралы мәліметтер жинақтау. Ғалымдардың пікірлеріне сүйеніп, отырар тарихын зерттеу. Үшінші, отырар тарихын зерттеу арқылы ақиқатты дәлелдеу. Мүмкін тарихта ақ таңбалар болып тұратын шығар, бірақ қазір елді қырып, өзі бірде-бір қоныс көтермей, ұлы шаһарларды жоқ қылған Шыңғысханды ұлы кемеңгер, ал білім шырағы болған отырарға байлық орнына кітап жинаған Қайырханға 6 ай өз жерін қорғаған халыққа, байлыққа қызығып, саудагерлерді өлтірді деген кінә тағу тіпті дұрыс емес деп ойлаймыз. Сондықтан осы жұмысымызда отырар қаласының тарихын зерттеп, шындыққа жетуді мақсатқа алдық. Отан тарихының киелі беттері баршылық. Ол Қазақ сахарасында пайда болған ұлттық ордалар. Ол белгілік тайпалық одақтар мен кейін ұлт мекендеп тұрған жердің тұтастығын қорғаған ұлы шайқастар. Ол миллионнан жаңа аса бастаған халықтан 300 мың ұланды атқа қондырып, 600 жылқының дүбірімен ұлы Қазақ сахарасын тұтас алып мекенін баянды еткен жорықтар. Ол ғасырларға созылған қазақ жоңғар соғыстары, шын мәнінде ұлы отан соғысы. Міне осындай ұлтымызды әлемдік тұғырдан көрсетіп, оның айбынды да айдынды халық екенін танытатын оқиға ұлы отырар тарихы. Отырар неге әлем тарихының шыңында лаулайды? Шын мәнінде тарихы қандай? Ғалымдар қандай пікірде? Халық не дейді? Соның қайсысы ақиқат, қайсысы аңыз? Осындай сұрақтар біздің де көкейімізде. Себебі еліміздің беделді де білекті қайраткерлері Мұхтар Шаханов, Олжас Сүлейменов, Дүкенбай Досжан өз еңбектерінде режиссер Әшімов отырардың күйреуі фильмінде отырар қаласын қаһарман, даңқты қала деген. Ал оның әміршісі Қайырхан айбатты да ақылды кемеңгер деп суреттесе, тарихшы Шихаб ад-Дин Нави еңбегінде және Қытай елінің режиссері қойған Шыңғысхан атты фильмінде бұл оқиға мүлдем басқаша. Біз отырарда әлемнің екінші ұстазы болған ұлы Әл-Фарабидей ғалымды берген шаһар, әлемге айтулы кітапхананы жинаған Қайырхан шын мәнінде қандай болғанын білгіміз келіп, қаһарлы Шыңғысханның жер қайыстырған түмендерімен жарты жыл табан тіресіп, соққы берген тауын шағып,
дауды қайтарған. Артындағы қалың елге тыныс болған 8 ғасыр бойы көзінің қарашығындай сақтап келген рухани асқар қазынамыз болған Отырар қаласының ұлы атын ақтап, шындыққа жетуді көздедік. Біздің ойымызша бұл әрі парыз, әрі тарихи әділет. Негізгі бөлім. Отырардың аты ол кезде бүкіл әлемнің аузында еді. 9 жолдың торабында тұрған аса ірі кент дала мен қаланы түйістірген. Мысыр мен Шам, Шың, Мышын, Ұрым мен Ұрыс, Мәурен Нахыр мен Ұлы Қыпшақ мәдениеті мен экономикасының айтулы кіндігіне айналған. Сансыз керуен тоқтамай өтпейтін, кітапханасы әлемде 2-ші орын алатын, әрі жер жаннаты, әрі стратегиялық мәні зор, сол заманның шаһарлармен анық иықтасатын, бәсекелесетін, тіпті солардан асып тұратын салтанатты күмбездері мен сарайлары бар әсем қала болатын. Отырар орнында бұл күндері басы бүтін жалғыз қалған құрылыс Арыстан баб ғимараты. Алғашқы көне дәуірдегі ескерткіш қираған соң, бұл соның орнына салынған орта ғасырлық әсем өрнекті ғимарат. Арыстан баб Отырар жеріне алғаш келген білімпаздардың бірі. Ол туралы жазылған нақтылай деректер жоқ. Әйтсе де, Арыстан баб әрі ақын, әрі жұлдызға қарап, адам тағдырын болжайтын көріпкел болған деседі. Жылына бір мәрте Меккеге барып, әулие әмбелерге мінәжат қылған деген деректерді де оқимыз. Арыстан баб Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы, Бабатада жатқан Ысқақ бабтың замандасы, әулие болған адам екен. Арыстан баб мазары Сайрамдағы Әбділ Әзіз баб, Бабатадағы Ысқақ баб ескерткіштеріне ұқсайды. Ежелде Отырар қаласының орнында Фараб қаласы немесе Бәрәб атты үлкен қоныс болған. Бәрәб ежелгі түркі тілінде сулы қоныс деген мағынаны білдірген. Себебі шаһар Арыс пен Сырдария өзендерінің қосылған тұсында орналасқан еді. Ежелгі Отырар немесе Фараб қаласының орны оңтүстік Қазақстан облысының түстік батысында темір жол бойында болған. Ол тарихта Тұрарбан, Тұрар, Тарбан деп те аталған. Отырар 5-15 ғасырда Арал бойындағы көшпелі тайпалармен сауда жасайтын орталық болған. Иран мен Орта Азиядан Сібірге, Монғолияға және Қытайға қатынайтын сауда жолындағы маңызды қала болды. Бұл ұлы қаланың орнында бір шамалы төбелер ғана бар. Отырар әлемнің екінші ұстазы, ұлы бабамыз туып өскен Әбу Насырдың шамшырағы жанған алтын бесік. Әбу Насыр Әл-Фараби жас кезінен зерек, алғыр, білім құмар,
дарынды бала болып өскен екен. Ол көптеген тілдерді білген, кітап оқығанды, музыканы жақсы көрген, бүкіл өмірін ізденумен өткізген ғұлама адам. Әл-Фараби әртүрлі халықтарды танып білуден, тілдерден үйренуден жалықпаған дана адам. Қайда жүрсе де туған жерін ешқашан ұмытпаған. Отырардың атын шығарған, әлемге де әйгілеген осы Әбу Насыр Әл-Фараби еді. Сол сияқты Жүсіп Баласұғын мен Махмұд Қашқаридің, Ахмет Игнеки мен жоғарыда аты аталған ұлы тарихшылар Нисави мен Жувейнидің, Әл-Әсір мен Рашид ад-Диннің дәуірлері болған. Араб, парсы мәдениеті мен көшпелі қыпшақтың ұлы мәдениеті түйіскен отырарда әлемнің екінші кітапханасы кездейсоқ өркен жайған жоқ еді. Көне қала қыштан салынған тасболат тамдары бар. Көшелері кең, керуен кіріп шығатын қақпалары бар, көрікті қала болған. Отырар халқы көбінесе қол өнермен айналысқан. Орта ғасырлық экономиканың көзі сауда-саттық, орта ғасырлық кенттер мен мал шаруашылығы, қол өнері, жер емшегін еміп, заманаға сай гүлденіп, өсіп, өркендеп еді. Себебі бұл кент Ұлы Жібек жолында тұрған, айналасы ат шаптырым, терең, ор, биік қорған. Төбе басында хан сарайы, жан жағында тасболат тамдар және қару жарақ, теңге соғатын ұстаханалары, шәкірттер дәріс алатын бірнеше медресе болған. Ұлы Жібек жолы ежелгі атау емес, ол 1877 жылы пайда болған. Оны қолданысқа енгізген белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтгофен жолдың бұлай аталуына сауданың негізгі заты Қытайдан шығарылатын жібек мата себеп болды. Ұлы Жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұқсас. Себебі ол бүкіл Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды біріктірді. Ұлы Жібек жолы біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырдан бастап 15 ғасырға дейін қолданылған сауда жолы. Қытайдың жібегі осы жолмен тасымалданған. Сондықтан ол жібек жолы деп аталған. Ол қазақтың кең даласын басып өтіп, Самарқанд, Бағдат, қалалар арқылы жерорта теңізіне дейін созылып жатты. Оның жалпы ұзындығы 7000 шақырымға жетті. Ұлы Жібек жолы әр түрлі елдердің арасында экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына ықпал етті.
Ұлы жібек жолы ежелгі Қазақстан жерімен де өткен. Ең негізгі сауда жолы Тянь-Шань тау етегімен Сырдария, Талас, Шу, Іле аңғарлары арқылы Қытайға ұласқан. Сонымен қоса орталық Қазақстан далаларына Сарыарқа мен Ертіске қарай жолдар өткен. Осы жолдар бойында Отырар, Сауран, Түркістан, Тараз, Сығанақ және тағы басқа ірі қалалар болған. Бұл қалалардың өркендеуіне Ұлы жібек жолының тигізген әсері зор. Жібек жолы арқылы тауарлармен қатар орта ғасырлық өнер, яғни сәулет, мәдениет, әуен мен би өнері, көркем қойылымдар да жан жаққа таралған. Ұлы жібек жолы бойымен дін өкілдері де өз уағыздарын шет елдерге таратқан. Ұлы жібек жолы бойымен Ферғананың әйгілі жүйрік аттарын, араб және түркмен арғымақтарын, түйе мен пілдерді, арыстан мен керіктерді, тіпті түйе құстарды да сату үшін алып өткен. Сондай экономикасы мен мәдениеті дамыған қалалардың бірі Отырар қаласы. Демек, бұл өрлеу дәуірі, ұлы мәдениет пен рухани көзқарастың тұтас бір өреге жету дәуірі осы жібек жолында орналасқан. Тырнаша тізілген иір мойын түйелер күндіз түні қалаға еніп жататын. Жолдар бір-бірімен ұласып, шығыс пен батысқа, оңтүстік пен солтүстікке қарай жалғасып, көптеген жаңа аймақтарды қосты. Батыс жағындағы қақпа арқылы орыс көпестері, шығыстан моңғол, Қытай кезбелері кіретін. Түстіктен Шаш, Бұқара қалаларынан шыққан араб саудагерін, терістіктен Башқұр, Саха ханзадалары жіберген керуен тізбегін де көруге болар еді. Отырар қаласы өткен керуендерге өзі қыштан жасалған қол өнер заттарын сатып, орнына күміс, жібек қана алмай, көбінесе кітаптар алған. Тіпті кітаптар басқа қалаларға қарай өтпей, осы жерде қала берген. Осылай Отырар өзінің әйгілі кітапханасын жинаған. Отырардың айтулы кітапханасының тағдыры өз алдына бір сырлы жыр. Орта ғасырдағы белгілі ғалым Рузбехан өз шежіресінде Отырар кітапханасында 33 оқ кітаптар мен әр түрлі жазбалар бар деген. Оқ сөзінің түсініктемесін таппасақ та, бұл кітапханада кітаптар аз болмаған деген ойдамыз. Рузбехан шежіресінде Отырар кітапханасында қой терісімен қапталған көне түрік жазбалары, өгіз жауырындарына жазылған жазбалар, нәзік құлан терісіне жазылған араб қиссалары, үнді
кітаптары, ағашқа қашалған Сібір халықтарының жазулары, ұмытылған тас қашаулары, Мысыр қаласының папирустары, парсы елдерінің сандықтай үлкен кітаптары болған дейді. Отырар, Самарқан, Бұқар медреселерінде Аристотельдің, Платонның, Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармалары оқытылған. Әл-Фараби сол замандағы пәлсапа мен поэтика ғылымының атасы саналған. Саудагерлер тұс-тұстан алып келіп жатқан кітаптар Отырар қаласының үлкен кітапханасына жиналған. Осы кітапхана түкпір-түкпірден жиналған сирек кездесетін кітаптармен аты шыққан. Бұл кітаптар Отырар қаласының байлығы мен мақтанышы болған. Бұл кітаптарды жинау да, сақтау да оңай болмаған. Осы кітапхана әлемнің екінші ұстазы ұлы бабамыз Әбу Насырдың шамшырағы жанған алтын бесік. Жалғыз Әбу Насыр ғана емес, сол кездегі көп шығыс даналарының алтын бесігі. Солардың ішінде Жүсіп Баласұғын, Махмуд Қашқари, Ахмет Үйгінеки, Нисави мен Жувени, айта берсек ұлы есімдер аз емес. Рузбек-хан өз шежіресінде шартараптан жиналған асыл кітаптардың өртеніп кеткенін өкіне баяндайды. Тек халқымыз жанды, бітті деуге қимай, бір түлкінің інінен асыл кітаптың айдарлы жұрнағы табылыпты-мыс деген сияқты алуан түрлі аңыз әңгіме шертеді. Киелі кітаптың өздері түгіл аты да табылмайды деген ой көптің көкейінде жүргені де белгілі ғой. Бірақ кітапхананы осы кезге дейін іздеуші археологтар да бар. Отырарда жұлдыз санаған сәуегейлер, ойшылдар, ғалымдар, дүниенің сырын болжалаған көріпкелдер өмір сүрген. Олар дүние жүзіне аты мәлім Отырар кітапханасынан сол кездегі бар кітаптарды алып, оқып, ғажайып дастан бәйіттер жазған. Қол жазба бетіндегі ой теңізіне малтыған, әлемге аты шыққан ғалымдардың басым көпшілігі осы Отырар кітапханасында болған. Білімге ұмтылған қаншама зерек шәкірт осынау кітапхана шырағданы астынан ғұлама атанды. Кейінгілерге тірі сөз қалдырды. Отырар кітапханасының сөресінде ақ теріге жазылған, алтын жалатқан қаншама кітап көз жауын алатын болған. Мұның үстіне күйген қышқа түсірген, ыдысқа ойған, тасқа, ағашқа қашап келтірген
бабалар қолтаңбасы өте мол. Аңыз бойынша әлемге аты шыққан кітапхананы Шыңғысхан өртеп, біраз кітапты қала қорғаушылары құмыраға салып, жер астына тығып сақтап қалған деседі. Қазіргі уақытта сол кітаптары іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қоса қолжазба ескерткіштеріне де іздеу жұмыстары жүргізілуде. Астанада Отырар кітапханасы ғылыми орталығы ашылып, табылған жазба деректерді жинақтап жатыр. Көп ұзамай 1000 жылдық тарихы бар білім ордасы Отырар кітапханасы екінші өмірін бастамақ. Отырар туралы зерттеу әлем көлемінде ғасырлар бойы жүргізіліп келеді. Олардың ішінде әйгілі орта ғасыр ғалымдары Рашид ад-Дин, Жувейни, Нисави, Ибн әл-Асыр, Зуджани, Сейфи, Рузбехан, кейін мол еңбек сіңірген Владимирцов, Бартольд, Оссан, Мюллер және тағы басқалары бар. Олардың ғылыми болжамдары сан қилы. Бірақ ғалымдардың бір ауыздан айтар түйіні Отырар одна из самых героических страниц мировой истории, сопоставимый разве с подвигом спартанцев при Фермопилах или защитой крепости Массада в Палестине от римского завоевания. Үңіліп, қайта оқыңыз осы жолдарда әлем қалай шығындатады екен Отырарды. Тұңғыш мәрте Моңғолдың құпия шежіресінде Отырардың аты тайға таңба басқандай 3 рет қайталанады. Ежелгі Отырар қорғанын жаулап аламын деушілердің бірі Шыңғысхан болды. Ол Қытайды жеңіп, отанына оралған соң қазақ даласын жаулап алуды ойлайды. Ойын іске асыру үшін елдерге 3 мұсылман бастаған елші аттандырады. Мұхаммед Шах оларды Бұхарда қабылдап, шығыс пен батыстың арасын жалғастырып жатқан жібек жолын Моңғол керуені үшін ашып қоюға уәде байласып, келісім шартқа қол қояды. Елшілер оралған соң Шыңғысхан тағы да тыныш жатпайды. Хорезм елінің күшін, сауда саятын біле түсу мақсатымен тыңшы қосып, 2-ші рет елшілік аттандырады. Мұны сезген қала әміршісі оларды тұтқынға алып, Мұхаммед Шах әмірімен тыңшыларды жазалайды. Ұлы шежіре бұл оқиғаны былай тарқатады. Осылай Шыңғысханның үлкен мемлекетке шабуыл жасауына себеп табылады. Тышқан жылы, яғни 1219 жыл. Шыңғысхан бұл жорыққа аса мол қол жинап, Арай асуынан асып, Сартауыл елімен соғысуға аттанады. Отырарға жақындай бере Шыңғысхан жасақтарын 3-ке бөледі.
үлкен ұлы жошы бастаған топ Сырдарияның төменгі жағасындағы ежелгі Саутан, Сығанақ, Жент қалаларын алуға аттанады. Негізгі қамал Отырарға Шағатай мен Үкітайды жұмсайды. Өзінің қасына кіші ұлы Төлейді алып, Қазығұрт тауынан асып, Бұхараға қарай беттейді. Осы ұрыстарда Шыңғысхан қолына, яғни жасақтарына ең ұзақ тойтарыс берген моңғолдарды аса көп шығынға ұшыратқан Отырар қамалы еді. Бұл әйгілі тасқа басқан жолдар 1240 жылы жазылған. Отырардың мәңгі аңызға айналған сәті 1218 жылы басталды. Осы жылдың жауынды жаңбырлы күзінде Жібек жолындағы Яссаға, яғни Түркістанда, бұрылыстағы Самарқан мен Бұхараға бет бұрмай, тура Отырардың айтулы 3 темір қақпасының бірі Жібек жолы тірелер Қара қорымның 450 кісілі, 500 түйелі сән салтанатты аса бай керуен тырнадай тізіліп қоңыраулата өте берген. Сонымен қатар осы жолы арқылы мәдени дақылдар, яғни қант, жүзім, шабдалы, қауын сияқты өсімдіктер мен азық түрлері де саудаланған. Күніне мыңдаған жылқы, түйе, бас айналдырар әсем бұйым заттар Отырар базары көк базар еді. Қайырханның жарлығымен 450 саудагер бір күнде қырылды. Біреуін ғана атқа теріс мінгізіп, жасақты керуеннің шын қожасы хан Шыңғысқа жөнелтті. Жыл бойына Хорезмнің патшасы Ала ал-Дин Мұхаммед пен Шыңғысханның арасында неше түрлі әңгіме дау жүріп, ақыры аралары ашылды. 1219 жылы Қара етістен жер қайыстырған атты әскермен тарихшылар 150 мыңнан 250 мыңды атайды. Сонда Шыңғысхан Қайырханнан кегімді алам деп әлемге жар салып Отырарға жетеді. Адамзат тарихында бұрын соңды сирек кездескен, кейін аңыз әңгіме зерттеуге жүйе болған, қоғамдық санада ұмытылмастай із қалдырған Отырар эпопеясы қалың әскер, Аяр хан мен 6 айға созылған ұлы қаһармандық эпопеясы басталады. Орта ғасыр тарихшылары Нисави мен Әл-Әсірде 12 томдық тарихнамада жазылған, Жувейни мен Рашид ад-Динде Шыңғысханның сұмдығы мен қатыгездігін, Қайырханның ақылдығы мен арыстандай айбатты қаһармандығын ақиқат суреттей отырып, Отырар әміршісіне ауыр кінә тағады. Асыл бұйым, мол байлыққа қызығып, саудагерлерге қиянат жасаған, соғысқа себепкер сол дейді. Кейін бұл пікірді батыс зерттеушілер мен Бартольд та қолдайды. 20 ғасырда Владимирцов, Петрушевский және басқалар бұл пікірдің қате екенін нақтылы тарихи деректермен дәлелдеп шықты.
жорық алдында, яғни талай жыл бұрын Мунхи, яғни шпион керуендерді жіберіп, шапқыншылыққа душар болар елдің зәре құтын кетіру, іріткі салу, жалған лақап тарату Шыңғыс ханның әдеттегі саясаты еді. Бұл керуеннің де тыңшы шпион екені талассыз. Соғыс Қайырханға емес, әлемге үстемдік құруды армандаған хан Шыңғыс ханға қажет еді. Шын мәнінде Шыңғыс ханның батыс жорығы ұлы жаһангердің өмірінің мақсаты еді. Ал Отырар болса, тілге тиек етер соғыстың сылтауы ғана екендігі бұл күні даусыз. Моңғолдардың қиратқанына қарамай, Отырар қаласы әрі қарай өмір сүре берді. Көп ұзамай қираған қала қайта бел көтеріп жандана бастайды. Қала ғажайып үлкен өндіріс орнына айналады. Осы оқиғалардан кейін Отырарды ең әуелі Шыңғыс ханның баласы Жошы билейді. Жошыдан соң қайта қалпына келген Отырарды Ақ Орда ұлысы иеленеді. Қазір Отырар қаласының орнында Отырар ауданы бар. Үшінші бөлім қорытынды. Бұрынғы қала орнында сары құмдар, төбелер. Қазіргі археологиялық қазбалардың олжасы да көз тұндырады. Отырар төбенің топырағындағы Отырар төбе, Қайыр төбе, Мардан төбе, Қарауыл төбе, Ақ төбе, Алтын төбелер. Отырар ұлы қала деген ойға күмән жоқ. Әйгілі Отырар қазақ халқының адамзаттың үлкен тарихына тікелей араласып, озық елдермен иықтасқан кезі, рухани, мәдени, ұлттық бастауымыздың тұнба көзі. Қазіргі археологиялық қазбалардың олжасы да көз тұндырады. Отырар төбенің топырағындағы Отырар төбе, Қайыр төбе, Мардан төбе, Қарауыл төбе, Ақ төбе, Алтын төбелерді көріп, Отырарда қанша халық тұрды екен? Үй жайы, көше, махалласы, рухани қасиеті мен адамгершілік өресі мен өрісі қандай болды деген сансыз сұрақтар туындайды. Сонымен Отырар қаласы Жібек жолында орналасқан, шаруашылығы мен қол өнері дамыған, сауда саттық жасаған, сәулетті ғимараттары бар, мәдени, рухани, тарихи орталық болған. Отырар ардақты қаламыз, ұлттық мақтанышымыз және ұлттық нышанымыз. Сонымен Отырар қаласы Жібек жолында орналасқан, шаруашылығы мен қол өнері дамыған, сауда саттық жасаған, сәулетті ғимараттары бар, мәдени, рухани орталық болғаны тарихи шындық. Қалада бүкіл әлемге әйгілі үлкен кітапхана жиналған.
кітапханасы жоғалғанмен, сол кітапханада білім алған ғалымдардың еңбектері бүкіл әлем кітапханаларында сақтаулы. Бұл да тарихи шындық. Отырарда туып өскен, әлемде екінші Аристотель атанған ұлы ғалым Әбу-Насыр әл-Фараби ғұмырын білімге, халыққа арнаған. Бұл да ақиқат. Осының бәрі Отырардың әйгілі қала болғанын дәлелдейді. 6 ай бойы Отырар халқының жауға берілмеуі ерліктің, ұлылықтың дәлелі емес пе? Ендеше Отырар қаласы туралы халқымның аңыздары тарихи ақиқат. Келесі өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар. Бірінші, Отырар қандай қала? Екінші, Отырардың орнында бұрын қандай үлкен қоныс болған? Үшінші, бәрәп қай елден енген сөз? Төртінші, бәрәп сөзі қандай мағынаны білдіреді? Бесінші, тарихта тағы басқаша қалай аталды? Алтыншы, Отырар қай ғасырда, қай жерде сауда жасайтын орталық болған? Жетінші, ежелгі Отырар қай жерде орналасқан? Сегізінші, Отырар орнында қалған жалғыз құрылыс қалай аталады? Тоғызыншы, Отырарда әлемге әйгілі қандай адам дүниеге келген? Оныншы, Отырарда атақты не болған? 11-ші, Отырар қандай қала? 12-ші, Отырар халқы немен айналысқан? Ұлы жібек жолы қай ғасырда дамыған сауда жолы? 14-ші, жібек жолы қай жерлерді басып өтіп, қай жерге дейін созылып жатты? 15-ші, бұл жібек жолы ненің дамуына ықпал етті? 16-шы, Отырарға зерттеу жүргізген қандай ғалымдар еді? 17-ші, қазақ даласын жаулап алам деп соғысты бастаған кім? 18-ші, ұлы Отырар тарихы туралы қысқаша өз ойларыңды айтыңдар. Пайдаланған әдебиеттер: бірінші Қазақ әдебиеті газеті 99 жылғы. Қазақстан тарихы кітабы. Үшінші Отырар туралы мәлімет. Төртінші тағы да Отырар туралы мәлімет. Ықыластарыңызға рахмет.